Қайырлы күн, достар, оқушылар және әріптестер. Бүгінгі біздің сізге ұсынатын тақырыбымыз сақтар деп аталады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты сақтар туралы қандай деректер бар және ол жерде қандай мәліметтер береді. Біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықта қазіргі Қазақстан аумағында тарихта сақ атауымен белгілі тайпалар өмір сүрген. Сақ тайпалары туралы деректер археологиялық, яғни заттық және жазба деректер болып бөлінеді. Ежелгі жазба деректеріндегі сақтарға қатысты мәліметтер әсіресе парсы сына жазбаларында және грек авторларының еңбегінде кездеседі. Ежелгі грек және рим авторлары Ариан, Полиен, Диодор, Плиний, Ктесий, Помпейтрок, Птоломей, Страбон сақтар туралы мәліметтер қалдырған. Грек деректерінің ішінде біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырда жазылған Геродоттың «Тарих» атты еңбегі ерекше құнды мәліметтер береді. Геродот біздің заманымызға дейінгі 484-425 жылдары өмір сүрген ежелгі грек тарихшысы. Римнің атақты шешені Цицерон Геродотты тарихтың атасы деп атаған. Грек авторлары сақтарды дұшпанға қатал, досқа адал және олар әлемдегі ең шыншыл, ең әділ халық деп бағалаған. Ал грек тарихшысы Геродот болса, оларды бір сөзбен массагеттер және азиялық скифтер деп атады. Ктесий сақ әйелдері ержүрек, соғыс қаупі төнгенде ерлеріне көмек көрсетіп, ұрысқа араласады деп жазып кеткен. Грек тарихшысы Геродоттың «Тарих» атты еңбегінде олар жаяу және ат үстінде де соғыс алады, найза қылышпен қаруланады, садақты жақсатады. Жауынгерлерінің бәрі мерген. Найзаның ұшын жебе қылышты аттың сауытымыстан жасайды. Бас киімдерін, белдіктерін, аттың ер-тұрмандарын алтынмен әшекейлейді. Алтын мен мыс өте көп. Олар егін екпейді, үй малдарын өсіріп, балық аулайды. Сүт ішеді, күнге табынып, оған жылқыны құрбандыққа шалады деп жазады. Ал Страбон өзінің география еңбегінде Каспий теңізінен бастап сақтардың басым бөлігін дайлар деп атайды. Ал олардан шығыс жақта массагет тайпалар қоныстанған. Олардың ортақ аты сақтар, бірақ әр тайпаның өз аты бар. Жалпы алғанда олар көшпелі халық болып табылады. Массагеттер кирге қарсы соғыста өздерінің ержүректілігін көрсетті. Күнге құдай ретінде сеніп, оған жылқыны құрбандыққа шалады. Олар атқа мінудің шебері. Жауынгерлер садақ, қылыш және қола балтамен қаруланып, сауыт киеді. Шайқас кезінде алтын белдік тағады. Аттың ауыздығы мен ер-тұрманын алтыннан жасайды. Елдерінде алтын мыс көп. Егіншілікпен айналыспайды, мал өсіріп, балық аулайды деп бағалаған. Страбон біздің заманымызға дейінгі 64-ші, біздің заманымыздың 24-ші жылдарында өмір сүрген ежелгі грек географы, тарихшысы. Енді сіздердің назарларыңызға келесі тапсырманы ұсынамыз. Ортадағы Вен диаграммасына Геродоттың тарих еңбегі мен Страбонның география еңбегінің өзара айырмашылығын жазамыз және ортаға деректердің ұқсастығын көрсетеміз. Екінші тапсырма: не себепті гректер сақтар туралы жазған? Деректер сақтар туралы қандай деректер береді? Сақтардың дүниетанымы мен шаруашылығы туралы нақты қандай дәлелдер бар деген сұраққа жауап береміз. Егер сіздерге сабақ өте пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.